Жанна әкесіне келіп, маған Фарида мен Налян туралы ақпарат керек, сіз соларды біліп беріңізші деп өтінеді. Мен олардан кек алғым келеді, балаларымнан жырақта жүруімнің себебі Фарида мен Налян деп айтады. Налян теңіз жағалауына әкесімен кездесуге келеді. Екеуі бір-бірін көре сала жылап құшақтасады. Әке, менің сізге бала кезден сақтап келе жатқан затым бар, соны сізге бергім келеді деп қолындағы кішкентай қуыршақты әкесіне табыстайды. Налян әкесіне, әке, неге мені анам қыспаққа ала береді, мен неге айналамдағылар сияқты велосипед тебе алмаймын, тіпті кішкентай кезімнен бастап ол маған шектеулерді қоя беретін еді дейді. Адил мырза Налянға, Налян, сені анаң өте қатты жақсы көреді дейді. Налян, апам мені жақсы көреме, мүмкін емес, ол мені жақсы көрмейді дейді. Әкесі Налянға, егер қаласаң балалық шағымызды есімізге түсіріп велосипед тебейік дейді. Налян әкесімен сондай бақытты болып өткен шаққа оралады, сөйтіп екеуі бірге суретке түседі. Әкесі Налянға қарап іштей айта алмай жүрегі қанжылап тұрады. Әке, анам бізді ешқашанда жақтырмай жүретін, вечно недовольный болып жүреді дейді. Музафар Пера атты қызбен танысып жүрген болатын, сөйтіп екеуі жақсы сөйлесіп кетеді. Бір кезде екеуі ұрсысып қалады. Музо хабарласып, қарсы болмасаң екеуміз сөйлесіп бірге кофе ішіп қайтармыз деп ұсыныс жасайды. Киноға жаңа кейіпкер қосылады. Ол Рафет мырзаның бұрынғы сүйіктісі болатын. Бұрынғы сүйіктісі Рафеттің фирмасына келіп екеуі бірге кездеседі, сөйтіп өткенді естеріне алады. Бірақ Рафет оны баяғыда ұмытқан болатын, сөйтіп оны жақтырмай тұрады. Фарида мен Адил мырза екеуі бірге сөйлесіп ұрсып тұрады. Адил, мен Налянға бар шындықты айтамын. Оның бақыты үшін мен жанымды беруге даярмын дейді. Фарида, ол шындықты естісе бақытты болады деп ойлайсың ба? Болған жағдайдың барлығына сен кінәлісің. Семаны зорлаған малғұнды үйге алып келген сенсің. Сенің кесіріңнен ол зорланып, қарабет болып қайтыс болды дейді. Адил мырзаның жүрегі қатты ауырып жайсыз сезінеді. Адил мырза есікке әрең жетіп шындықты айтуға бел буады. Жолда Налян мен Хайре кетіп бара жатқан кезде апасы Фарида хабарласады. Налян, Адил сенімен кездесемін деп өтінді ма деп сұрайды. Фарида, Адилмен кездесуші болма, кері қайт деп Налянға бұйырады. Бірақ Налян тыңдамай әкесімен кездесуге бел буады. Жағажайға әкесі келіп, Налян қызым, саған айтар менің маңызды әңгімем бар дейді. Налян, әке, сізге не болды? Өңіңіз бозарып тұр ғой, бір жағдай болды ма деп алаңдайды. Адил, қызым, менде барлығы жақсы. Апаң екеумізді кешіруіңді сұраймын деп өткенде берген қуыршағын өзіне қайтарады. Қызым, бұл сенде тұрсын, оны өзіңмен бірге сақта. Налян, бұны айтпағаным үшін әкеңді кешіре көр деп жүрегі ұстап талып қалады. Хайри жүгіріп келіп скорыйды шақырады. Адилге дем жетпей жерде қиналып жатады. Жаннаның әкесі үйіне келіп екеуі сөйлеседі. Жанна, әке, сіз бір нәрсе таба алдыңыз ба? Қандай да бір ақпарат бар ма деп сұрайды. Жанна, қызым, мен Фарида туралы ешқандай ақпарат таба алмадым. Олардың барлығы тап-таза дейді. Бірақ бір шикілік бар. Жанна, ол қандай шикілік әке дейді. Олардың жалғыз Сема деген қыздары болған. Ал Налян солардың қыздары. Ол Фариданың қызы емес, немересі дейді. Жанна, әке, мынауыңыз өте керемет ақпарат екен. Мен Фариданы жан жерінен ұстадым деп қуанады. Фарида үйінде қызметшісіне, мен бір жамандық болатынын сезіп тұрмын. Сұмдық оқиға болатын сияқты деп Фариданың жүрегі ауырып кетеді. Адил мырзаға жедел жәрдем келіп оны құтқармақ болады. Бірақ Адил мырза бірден тіл тартпай кетеді. Налян болған жағдайға өз көзіне өзі сене алмай қатты жылап отырады. Әке, мені тастамаңыз. Мен сізсіз өмір сүре алмаймын. Мені сізден басқа ешкім жақсы көрмейді деп жылайды. Налянға Фарида хабарласып, қызым, сен қайдасың? Әкең қайда деп сұрайды. Налян, апа, әкемнің жүрегі ұстап қалды. Әкем бізді тастап кетті. Ол енді мәңгілікке жоқ. Әкемізден айырылдық деп қатты жылайды. Адилдің жерлеу рәсімі өтіп жатады. Фариданың екі көзі Налянда. Ол қандай да бір шындықты біліп қоймады екен деп уайымдап тұрады. Налян анасының қасына келіп, апа, әкем маған бір нәрсені айтпақшы болды. Сендер менен қандай шындықты жасырып жүрсіңдер дейді. Фарида ханым, Налян, біз бұл туралы кейін сөйлесеміз. Бұл мәселені бұл жерде айтатын кез емес.
Фарида үйіне келген соң Адил менің кесірімнен қайтыс болды. Мен оған өте қатты ауыр сөздер айттым. Оның жүрегі ауырды дейді. Налян Биллурға өз мұңын шағып отырады. Жанна, Налян, егер сенің ұятың болса, сен бұл жерге келмес едің. Жанна, тек мен көңіл сұрау үшін келдім, қайғыңа ортақпын. Гүлжихан ханым Жаннаға, осы сені көрсем, төбе шашым тік тұрады. Адилдің көңілін сұрау үшін Налянға келеді. Налян, сен мұнда не істеп жүрсің? Қай бетіңмен келдің? Отбасымызды ойраңдамасаң тыныш жүре алмайсың. Седат, Жаннамен өзім сөйлесемін. Седат, Жанна, саған не керек? Не үшін мұнда келдің? Егер барлығын білгің кеп бара жатса, мені телефоныңнан блоктан шығар дейді. Сөйтіп Седат оны блоктан шығарады. Жанна Фариданың келгенін күтіп отырады. Жанна Седатқа, егер барлығын білгің келсе, бүгін кешке үйге кел деп жазып жібереді. Седат сообщениені өшіріп тастайды. Гүлжихан, Махмуд аға деген кім? Неге ол саған үнемі хабарласады? Седат, ол маған көңіл айтып жазып жіберіпті. Гүлжихан, неге онда сен оны өшіріп тастадың? Седат, оқып өшіріп тастадым дейді. Фарида келеді. Жанна Фариданы көріп, Фарида ханым, сізге қайғырып көңіл айтамын деп құшақтайды. Жанна Фаридаға асүйге барайықшы деп асүйге алып келеді. Фарида Жаннаға, маған қара, мен сенің жаныңды алып қалдым. Жанна, сіз менің жанымды алып қалдыңыз ба? Керісінше сіз мені өлтіргіңіз келмеді ме? Ешкім келмегенде мен бүгін өлетін едім. Фарида, Жанна, сен біздің қызымыздан, менің отбасымнан аулақ жүр дейді. Менімен жауласпай тату болыңыз, жағдай өзгерді дейді. Адил мырзаның өлімінен кейін немереңізбен жалғыз қалғыңыз келмесе? Фарида, қандай немере? Менде ешқандай немере жоқ. Жанна, жалтармаңыз, мен барлық шындықты біліп қойдым. Сіз барлық құжаттарды сәтті жойыпсыз. Жанна, бұл шындықты Налян да білмейді ғой, солай емес па? Фарида, жоқ нәрсені көріп, екеуің естерінен ауысыпсыңдар. Жанна, егер Фарида ханым, сіз Налянды шындықты білмесін десеңіз, менімен сыпайы сөйлесеңіз, деп мен кеттім деп кетіп қалады. Налян, апа, сізде барлығы дұрыс па? Жүріңіз, бөлмеңізге апарайын дейді. Фарида, жоламамаған деп айқайлайды. Барлығы орнынан тұрып Фариданың жанына келеді. Фарида, маған тиіспеңдер деп бөлмесіне кіріп кетеді. Жаннадан Седатқа хат келеді. Алғашқы жер сілкінісін сезіңдер деп хат жазып жібереді. Седат, Жанна маған не айтпақшы? Мен одан міндетті түрде сұрап кездесуім керек деп кетіп қалады.